Екібастұз қаласының төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері шаһарымыздағы кәсіпкерлер палатасы алаңында қала бизнесмендерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізді. Жиында өрт жүйесін орнату және оны дұрыс пайдалануға қатысты сұрақтар талқыланды. Теме у нас это снижение административного. Бүгінгі кездесудің тақырыбы әкімшілік барьерлерді төмендету, яғни тексерістерді азайту. Бұл әрине бизнесте жеңіл болу үшін. Сонымен қатар кәсіпкерлерге өрт қауіпсіздігін сақтау жайлы да біршама ақпарат бермекпіз. Сондай-ақ бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті құрастырған қамқор бағдарламасы жайлы толық ақпарат берілді. Айта кету қажет, аталмыш бағдарлама әрбір кәсіпкердің қалта көмекшісі болып табылады. Себебі бизнесмен өз гаджетіне бағдарламаны көшіріп алып, өз атымен тіркеледі. Осылайша тексеріс жүргізілген жағдайда бағдарламаны жүктеген бизнесменге арнайы хабарлама келеді. Бұл жерде тексеретін мекеме мен қызметкердің толық аты жөні және тексеріс түрі мен мерзімі толық көрініс табады. Мы вас обязаны известить за месяц. Жоспарлы тексеріс болардан бір ай бұрын біз сіздерге хабар беруіміз керек. Бұл мобильді қосымшада тексеріске қатысатын тұлғалар жайлы ақпарат болады. Яғни инспектор сіздің нысанға келген уақытта қызметтік көлікті талап етуге құқылысыз. Былайша айтсақ, келген инспектордың қандай да бір мекеме инспектор екеніне толық көз жеткізуіңіз қажет. Тексеріс жарияланғаны жайлы актімен танысқан соң нысанды тексеруге рұқсат бересіз. Инспектордың айтуынша тексеріс жүретіні жайлы алаяқтық фактілері де кездескен, алайда дәл осы қосымшаның көмегімен бұндай құқық бұзушылықтар мүлдем орын алмайтыны белгілі. Айта кету қажет, өрт қауіпсіздігінің міндетті түрде орындалуы тиіс ережелері де бұл күні егжей-тегжейлі баяндалды. Ежегодно должны заключать. Сіздің нысанды өрт дабылымен қамтамасыз ететін мердігер ұйыммен келісім шартқа отыру міндетті. Яғни бұл жағдайда өрт дабылы мен өрт күзетімен шатастырып алмаңыз. Бұл жыл сайын атқарылуы тиіс жұмыс. Сәйкесінше өрт сөндіруде қолданылатын алғашқы құралдарды қайта қуаттаған дұрыс. Оған өрт сөндіргіштер немесе ғимарат ішіндегі өрт крандары жатады. Сондай-ақ нысан ғимаратының электрлік тексерісі де жылына бір рет өтуі міндет. Яғни өртпен сақтанудың барлық жолдары қарастырылуы тиіс. Ұйымдастырушылардың сөзінен соң кездесуге жиналған қауым өз пікірлерін білдіріп, ойларын жеткізіп жатты. Кәсіпкерлер тарапынан туындаған әр сұраққа тиісті жауап қайырылды. Айта кетуіміз керек, бұл осындай сарында өтіп тұрған алғашқы кездесу еді. Шаһарымыздың төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері өрт қауіпсіздігі тақырыбы бойынша кездесулерді жүйелі өткізіп тұруды жоспарлап отыр.